Бәріңе сәлем, бұл екінші тайм арнасы, мен Есет Төлеш. FIFA 24-тегі Абат Айымбетов туралы шығарылым өте жақсы болды. Жігіттер, қолдау білдіргендеріңе, түрлі жақсы пікір жазғандарыңа көп рахмет. Және сол пікірлердің ішінде дәл осылай Бақтияр Зайнутдинов туралы да түсір деген пікір өте көп болды. Сіздердің айтқандарыңыз заң. Сондықтан дәл қазір екінші тайм арнасында тағы да FIFA 24, яғни EFC 24-ке арналған шығарылым болайын деп тұр. Ал ол бүгін Бақтияр Зайнутдиновке арналады. Абат секілді Бақтиярдың рейтингін, статистикаларын қараймыз және онлайн матчтарда 1-2 кездесу өткіземіз. Сондықтан дайын болсаңдар бастаймыз. Жігіттер, спорт және бизнес саласындағы алғашқы ұлттық мета рейтингс топ Awards жүлдесіне аз уақыт қалды. Ол 28 наурызда Астанада табысталады. Бұл жүлдеге Tennis KZ букмекерлік компаниясы да үміткер. Олар бірден 7 номинация бойынша үздік атануы мүмкін. Оның ішінде ең сенімді букмекер және үздік бейілділік бағдарламасы номинациялары бар. 29 ақпанға дейін Meta Ratings Top Awards ресми сайтында дауыс беруге болады. Сілтемесін төменге қалдырамын, өз дауысыңызды беріңіз. 28 наурызда барлық жеңімпаз анықталады. Дәл қазір дауыс беріп, өз жеңімпаздарыңызды анықтаңыздар. Бақтияр Зайнутдиновтың Бешикташта ойнап жүргеніне жарты маусым уақыт болды. Рейтингі қазір қандай, ойыны қалай, түрі қалай, бәрін бақылаймыз. Абат сияқты енді бір сақалы, мұрты жоқ, ерекшелендіріп тұратынша. Негізгі құрамда жоқ екен. Зайнутдинов, міне, 69. Жылдамдығы 75, барлығы 60 плюс екен. 67, 66, 68, финттер 3 жұлдыз. Солақай, оң аяғы 3 жұлдыз. 25-те Қазақстан. Негізі сол қапталдағы жартылай қорғаушы позициясы ретінде көрсетілген. Бәрі жақсы негізі. Ойын стилі жоқ, өкінішке қарай. Бәрі 50%-дан жоғары, жылдамдығы жақсы, төзімді, 75 төзімділігі. Және міне қараңдар, сол қапталдағы жартылай қорғаушы, сол қапталдағы қорғаушы және орталық қорғаушы. 3 позиция көрсетілген. Негізі Зайнутдиновты шабуылға қоюға да болады. Қазақстанда солай ойнайды ғой ол. Зайнутдиновтың статистикасы осындай, рейтинг осындай. Енді қазір матчта көрейік. Түрін көрейік тек. Сосын онлайн матчтарға көшеміз. Бақтияр Зайнутдиновтың FIFA-дағы түрі осындай. 22-ші нөмірі қазір Карвахалға қарсы ойнап жатыр. Енді ұқсамайды. Мүлдем. Абаттың жағдайында сақал мұрты бар деп қуанып едік. Енді бұл жолы аса ұқсамайды, бірақ енді алдағы уақытта мүмкін жақсарып қалар. Негізі картада да суреті жоқ Бақтияр Зайнутдиновтың. Енді жарайды. Ол сурет аса қатты маңызды емес. Матч ойнайық. Әдеттегідей маусымдар деген режимде ойнаймыз. Ең ыңғайлысы онлайн құрамдар мен онлайн кездесулер. Сондықтан өткенде жалғыз жеңіліс Адана Демирспормен 4-1 жеңіліп қалдық қой. Ал енді бүгін Бешикташпен шамалы оңайырақ болатын шығар. Бешикташ қайда біздің? Бешикташ 3,5 жұлдыз екен онлайн құрамы. Мен өзіме ыңғайлап жүйе жасап алайын. Зайнутдиновты шамасы сол қапталға қойып бастаймыз. Мүмкін кейін ауыстырып тастайтын шығармыз. Шабуылшылардың жылдамдығы нашар, орталық қорғаушы жүр. Мулеканы шабуылға қойып, Тосуын 66 жылдамдығы. Бірақ енді Зайнутдиновты қапталға емес, шабуылға болсақ қалай болады екен? Абубакар бар айтпақшы. Қосалқы құрамда отырсын. Әзірше құрамы осындай Бешикташтың. Мәссаған, мына рейтингі масқара Фернандестің. Жарайды, кеттік. Матч ойнайық. Негізі қазір шетелге кетіп жатқан қазақстандықтардың саны көбейіп жатыр. Сол қуантады. Былтыр күзде шетелде ойнайтын қазақтар деген шығарылым шықты екінші тайм арнасында. Сол жақта қателеспесем бір 17 футболшыны тапқанмын. Зайнутдинов бар, Әліп бар, ол кезде Ахмат сапында Быстров ойнап жүрді, және әртүрлі Беларусь, неше түрлі елде ойнап жүретін, Қырғызстанда ойнайтын қазақтар туралы айтқанмын. Қазір көбейді, алдағы уақытта осы қыста ауысқандар туралы бөлек шығарылым болады. Сондықтан YouTube арнаға жазылып қойыңыздар. Күтіңіздер, осы аптада немесе келесі аптаның басында шығып қалатын шығар. Ал бізде жаңа шығарылым, жаңа матч. Бешикташтың қарсыласы мадридтік Реал болатын сияқты. Жаңа Карло Анчелоттиді көріп қалдым. Бешикташтың фанаттары қиын болайын деп тұр. Өте қиын.
Бешикташ пен Реал Мадрид арасындағы кездесу. Бұл онлайн матч. Қарсыласым компьютер емес, компьютермен ойнаған аса қызық емес. Сондықтан көреміз енді. Баха ашыл. Ай. Зайнудинов. Сол аяғына келтіріп тұрып тепті қой, қалай қисық кетіп қалды ол. Мадридтіктер шабуылдап жатыр. Мынау гол енді. Қалай соға алмай қалды. Реалға қарсы ойнау қиын енді. Сәл ойыншылардың өзі біраз нәрсені шешіп тастауы мүмкін. Бірақ бізге оңай керек емес қой, Офсайд ауден бұл жерде, Әзірше ой бір қызық болып атқан жоқ, бірақ Родриго қазір есеп ашуы ықтимал, және қақпашыны бекер шығардым. Әдемі, 1-0. Менің орталық қорғаушыларым Винисиус пен Родригоны қуып жете алмайтын сияқты, егер бірге бір жарысатын болса доппен. Зайнудинов! Карьерада Бахамен ойнаған рахат қой негізі, Шабуылда да ойнай алады, қорғаныста да. Қазір Джуд Беллингем дубль жасайын деп тұр деймін. Жоқ, Родриго соқты ғой. Жолымыз болды бұл жолы. Мана Жетсонның ойнағанын ұнап жатыр қазір. Алаң ортасында әдемі, бокс-ту-боксқа әдемі келеді. Мына жақта бізде Ребич бар. Ребич бақтер ашық. Жақын бұрышқа. Аллаба тепкізбет. Аллаба мен бақтер ертең күзде бір-бірімен кездеседі. Шын өмірде Ұлттар лигасы аясында қазір Рашиканың пасы өтпеді. Мені шабуылда құртатыны Бақтер Зайнудиновке пас бере бергім келеді. Бақтермен гол салайын деп. Рашика айып алаңында өзің сала енді. Пас беретін кезде бермеймін ғой енді, сөйтіп құртам ғой, елки. Баха. Әдемі пас, Ребич айып алаңына енді соққы жасау керек. Мулека тепші. Бүкіл ойыншысы жүр. Бітті бірінші тайм. 2-0. Өкінішке қарай біз жеңіп жатқан жоқпыз. Бақтер Зайнудиновтың мүмкіндіктері болды, соға алмадық. XG-міз сәлде болса жақсы шығар, мынаны қараңдаршы. 1-2 бізде гол соғу ықтималдығы. Реалда 1-4. Соққыларымыз 7-7. Бірақ оныкі қауіптірек болды әрине. Құдайдың пасында дұрыс бере алмайды ғой. Жетсон әдемі ашылды. Фернандес, өзің. Тепсеңдер шой, елки. Вини Родригодан ойын тәртібін бұздық. Қызыл қағаз демештік. Қызыл қағаз көрсететін фол ма? Онлайн ойындарды қоя салу керек өдейм маған. Офсайд мынау. Бұл офсайд емес, 3-0 есеп. Масқара болып жатырмыз ғой, масқара. Хет-трик Родриго. Тым болмаса Бахамен бір гол соғуға тырысуға жет енді. Баха, үлгеріш, пожалуйста. Ребич. Бешикташ өмірде де онлайнда да ұтпайтын болды ғой қазір. Мулекамен тым болмаса өзіміз бір гол соға салайық. Зайнудинов, оған қарсы Рюдигер. Пас бер, офсайд қой уже. Ертерек пасқам негізі пасты. Келесі қарсыласымыз сәл жеңілдеу болады деген үміт бар енді. Өзіміз. Дарытпады өз қақпасына мына Рюдигермен Алаба масқара ойнап жатыр қазір. Бітті бірінші тайм. Матч бітті қалды 3-0. Ұтылып қалдық Реал Мадридтен. Масқара. Келесі қарсылас 1-ден жігіттер. 3-0 есебімен жеңіліп қалдық Реал Мадридтен. Бианка 0-39 деген қолданушыдан. Есет 94 менікі. Егер онлайн матчтар ойнайтын болсаңдар, мен тауып алсаңдар болады. Есет төменгі сызықша 94. Бешикташтың қарсыласы бүгін Барселона. Испаниялық гранттармен кездесіп шығайын деп тұрмын ғой мен бүгін. Жалпы алғанда. Де Йонг. Танымаймын. Сонымен матч басталды. Бешикташ Барселона. Офсайд. Ертерек басам бермейді ғой мынау. Ортаға бас. Мулека өзің. Мулека гол!
1-0, 4-ші минутта алға шықтық. Бақаға пас бере салуға болатын еді негізі, бірақ бір есеп ашып алайыншы дедім. Гол соғып алайын, етпесе бүгінгі шығарылымда гол соқпай кетсек, ұят болатын еді. Рашикаға тамаша пас. Бақа, жақын бұрышқа есеп 2-0. Бақтияр Зайнуддинов 8-ші минутта есепті 2-0 қылды. Шамасы бұл қарсыласымыз матчтан шығып кететін сияқты. Міне, Бақаның гол соққан сәті әлде ауысым жасайын деп жатыр ма? Қарсыласы кетіп қалды. Үшінші матч болады демек. Бір жеңіс, бір жеңіліс бар әзірше есебімізде. Қазір енді Атлетико Мадридпен кездесу керек бізге. Испаниялық гранттарды жинап шығамыз сонда. Бақтияр Зайнуддиновтың гол соққан жері. Құрамды өзгертпейміз, тактиканы өзгертпейміз. Дәл солай 4-4-2 Бақтияр Зайнуддинов шабуылда келесі қарсыласты іздеп жатырмыз. Бұл үшінші қарсыласымыз шамасы соңғысы болатын шығар, көреміз. Ол да ерте шығып кетіп жатса, онда тағы бір матч ойнаймыз. Арсенал қарсыласымыз. Әдемі, Эмирейтсте ойнаймыз. Матч басталды. Арсенал Бешикташ. Ана жақта қайшылай тикісі кеп жүр ғой. Эдегордың соққысы Мерт. Пенальти. Не үшін? Сака солға тебет. Ай, таптым ғой доптың шу бағытын. Бірақ өте жойқын соққы, Мерт қайтара алған жоқ. Өтірік пенальти болып кетті негізі, мен себебі фол жасамағам. 2-0 есеп. FIFA-ны қоя саламау деймін осымен. Габи Жезус үшінші голын соғуға кетіп бара жатыр және үшінші голды соқты. Есеп 3-0. Егер қазір 4-ші голды салып тастаса, онда біз шыға салайық. Қарсыластың да уақытын алмайық. Өзіміздің уақытымызды алмайық. Тағы бір жылда матч өткізіп жібере саламыз мүмкін. 3-0-ден негізі камбэктер жасаған мен талай рет онлайн матчтарда. Бірақ ол кезде менің командам Бешикташ болмаған. Жоғарғы әдемі пас. Рашика. 3-1. Мулека есеп айырмасын қысқартты. Әлде болса бірақ камбэктің ауылы алыс болып тұр. Масуакуға қайтаруға қажет. Бақа ашыл. Зайнуддинов. Пас өте нашар, мен асық кеттім. Зайнуддинов. Пас керек. Доп бізде. Масуаку. Ребич ашылды. Уайттан өте аласың, ойын тәртібі бұзылды негізі. Бұзылды, көрдік. Бақа. Қандай тамаша. Ашылу мынау. Пас және жақын бұрышқа соққа. Рамсдейл құтқарды. Ой, Рамсдейл тамаша. Біздің де шабуылшыларымыз алда белсенді бола бастады. Салиба, Мулека әдемі. Қалдыр өзіңде допты. Артқа пас. Ребич ортаға қарай. Бақа ашылды. Бақа бірден қақпаға соққы. Гол! 3-2. Бақтияр Зайнуддинов. Жайлап үйреніп жатыр Бешикташтың құрамына, ойынына. Бірақ әлі бір гол керек. Кем дегенде бір гол керек бізге. Фол жоқ, ешқандай фол жоқ. Бақа! Ой, соққы жасатқан жоқ. Рашика бірінші тайм бітіп қалды. Ертерек пас беріп жіберу керек еді. Негізі мүмкіндік бар. Бұл Арсеналдың да жақсы мүмкіндіктер болды қазір. Статистиканы бір қарап жіберейік. Бізде гол ықтималдығы 2-1, Арсеналда 1-9. Бірақ біз 4-ақ соққы жасаппыз. 4 соққымызда бірақ қауіпті болды. Екінші таймда мүмкіндік бар енді. Не бел кетеді, не белбеу кетеді деп бар күшті шабуылға салуға жет. Бақа! Теуіп жібер! Гол! 3-3! Бақтияр Зайнуддинов дубль! Жолымыз болып кетті. Бұл жерде жолымыз болды. FIFA-дан кішігірім бір сыйлық бізге. 3-3! Камбэк! Бақтияр Зайнуддинов дубль жасады. Алға пас, Ребич. Әдемі. Оған қарсы Салиба. Айбалаңна. Бақтияр Зайнуддинов. Хет-трик емес мынау. Ай. Ауысым жасау керек шығар шамасы. Ребичті шабуылға қоямау деймін.
Міне. Ай, Булека! Қалай? Бұл жақта овертайм жоқ. Егер тең түсіп қалып жатсақ, 1 пайдан аламыз. Сондықтан негізі жеңісті жұлып кетуге болады. Жезусқа пас бергізбеу қажет. Әдемі, ешқандай фол жоқ. Ортаға Коли. Зайнуддинов. Ребич ашылды, көрдім. Ай, Уайтта көріп тұр ғой оны. Уф. 83-ші минут. Менің ойыншыларым сәл шаршаңқырай бастады. 5-ақ минут қалды матчтың бітуіне. Шығарылымды бір әдемі камбэкпен аяқтап тастасақ, негіз әдемі-ақ болатын еді. Свенсон. Қайтындар енді. Свенсон қайда жүр? Мартинелли. Юсал, әдемі. Шабуылға шығайық енді. Соңғы шабуыл. Рашика соңғы демін қалғанша. Жүгір. Ай, өтпей қалды ау, соңғы шабуыл. Баға! Зайнуддинов! Мәссаған, қалай соға алмадық. 3-3 матч бітіп қалды. Әдемі ойын болды, бірақ бір шығарылымды аяқтайтын, түйіндейтін болды. Бұл кездесу 9-шы дивизионның титулын алдық. Жеңісті жұлып кетуге болатын еді. Жақсы мүмкіндіктер болды екінші таймда. Жарайды, 3-0-ден алып шықтық. Бұл да негізі тамаша ғой. Бір жеңіс және бір тең ойын. Әдемі баланс. Осылайша бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Өкінішке қарай бір ғана жеңіс, бірақ соңғы ойын өзіме ұнады. 3-0-ден бір кішігірім камбэк жасадық. Арсеналға қарсы матчта Зайнуддинов 2 гол салды, жалпы 3 ойында 3 гол соқты. Шабуылда ойнады бүгін Бақтияр. FIFA-ға қатысты шығарылымдар әзірше осылай. Алдағы уақытта мүмкін айына 1 рет, 2 рет бір FIFA-ға арнап тұруға болатын шығар енді. Қызық бір себеп болып жатса. Қазақстандықтар көбейіп жатса, әрине FIFA-ға қатысты көбірек видео шығаруға болады. Шетелде енді қазақстандықтар көп болады. Алдағы уақытта шетелде ойнайтын қазақтар деген бір шығарылым жасағым келіп отыр. Барлығын қосып, себебі жастар көп қазір шетелге кетіп жатқан. Видеоны аса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Алдағы уақытта түрлі қызық ақпараттар, видеолар шығады. Сау болыңыздар.